алғашқы жұптарының бірі Түркістан, екі дүние есігі ғой Түркістан, ер түріктің бесігі ғой тамаша, Түркістанда жерде туған, түріктің тәңірі берген есігі ғой деп жырлаған, Мағжан атамыз жырлаған қасиетті Түркістан облысынан келіп отырған күміс домбыраның иегері Нұрмахан Жақыпбек. Және Нұрмахан Жақыпбекпен айтысатын Жамбыл облысы Шу ауданының ақындарының бірі Бақытбек Жұмабек ағамыз. Қолдау білдіре отырайық ақындарымызға. Армысың тараздағы жаугер елім, жауына оңайлықпен от алмайтын. Ал енді қарсыласқан қасышпанды алысқанда алысқа апармайтын. Бармысың тараздағы бапкер елім, өзге жұрттан қызығып ат алмайтын. Атышулы абсенттей жүйрігіне арабтың аттары да жете алмайтын. Саумысың тараздағы шешен елім, тілімен талай жерге сапарлайтын. Ал соңында жүретін шопаны да майлы қожа атамдай мақалдайтын. Аман ба тараздағы мейірімделім, жүрегі ешқашанда қатаймайтын. Көшеден жылап тұрған адам көрсе, қасынан күліп өтіп кете алмайтын. Бісміллә, жәрдем берсе Жаппар Алла, ердің ісі бітер ме атқа қонбай. Бір сәлем осындағы ағайынға, алдымнан құшақ жайған ақмамамдай. Жүйрік жиналды бұл додаға, бәйгеге 5 ай бойы баптағандай. Алла деп мен де бүгін Шымкенттен аламанға қосылдым ақтабандай. Бұл жерден Ұлбекедей ақын өткен, ел мұңын ақпаратқа ақтарардай. Бұл жерден небір батыр өткен, бас бармағы балтаға сап болардай. Қарсылас күдірейген біреу екен, жотада жасырынып жатқанандай. Өгіздей ғып мынаны шығарыптау, тараздан басқа ақын таппағандай. Неде болса көрейін сайысуға, сауыт киіп аттандым сақпабамдай. Қолдасаңдар бұнда той тарайын, қапыдан қалың әскер қаптағандай. Таластың арқыраған ағын суы, ойын құмның маңында тоқтағандай. Жатқасын бірін-бірі атып тектім, көрермен көп қызыққа батып кеттім. Онда тағы бір жайды баяндайын демесеңдер, мынау не шатып кеттім. Мысалы кеше осында айтсам деп балдарың, мысалы кеше балаң айтсам деп інжудей қыздарыңды ұнатып кеттім. Сол кезде жанымдағы ағамыздың мені сұрап алғаны факт бопты. Мен қызбен ағаммен айтсам деп қысқасы бастарымыз қатып кеттім. Ең соңында жүк қылып айтқанымен төраға бұл кісіні бақыт еттім. Неде болса шайқасып бір көрейін, сенмен деп жүрген кезде уақыт жеттім. Ал ендеше ағайын қарсы алыңдар, кетем деп келіп тұрған жұбатып көптім. Алдыңдағы Нұрмахан Жақыпбекпен жанындағы Жұмабек Бақытбекті. Ұлбеке тарихтағы құтты қыз ғой, алмайлы қожа біздің мықтымыз ғой. Апамызды сол атам іздеп келіп айтысқанын бәріміз ұқтыңыз ғой. Мен де солай інжуді іздеп келсем дегендей, ол да ақын қылықты қыз ғой. Ұлбекенің күйеуі байтан құсап едірейіп, бірақ сіз шықтыңыз ғой. Қысқасы мен өзіңді түсінбедім, әдемі сценарийді жырттыңыз ғой. Тәп-тәуір қайталанып келе жатқан тарихтың барлығын құрттыңыз ғой. Yemedim
жарым сөзін айтар айқаяқау саналының. Айқайлатып бастауын қара бұның. Айтысқа мен аға жотадағы қарауытып жотадағы аң дедің бе, байқамасам басқа шауып барадыным. Айтысқа мен ағамнан сұрадың деп осынша біліндің ау шала бүгін. Мен бұл жерден ештеңе байқағам жоқ, тарихтың бұзылғанын парағының. Әнжу біздің қызымыз ізден ерген, айтыспенен бастаған бала күнін. Отан қорғап әскерге бармағансың, үйленбеген көбекен шалалығың айқаяқау. Ай, ай. Бұл биге 13-інде жарық топты, барған жері ойынмен сауық бопты. Жырғысы таңдайына ұя салып, айтысты бала жастан дәріптепті. Мәделі Майлықожа ақындармен айтысып өз соқпағын салып кетті. Бай баласы байтанмен тұрмыс құрып, дей алмаймын өмірін жарық етті. Өлең үшін жарынан көп таяқ жеп, өнері өміріне қауіп бопты. Байтан бір ақынның тағдыры байтандардың балтасының ұшында қалып кетті. Айқаяқау. Ай, ай. Шылбырым босатайын енді өлеңнің, күлердің басын тартпай кердөненнің. Ошақты ойық тіліп жайлап жатқан таластай тағылымды төрге келдім. Қаратаудың қойнауы құтты мекен, тарихын таңбасынан мен көрермін. Айтыс сүйер ағайын аманбысың, көп болды бұл өлкеге келмегенмін. Армысыңдар таластық ағайындар, аты шыққан алашқа ермен елдің. Киелі талас жұрты бұл айтысқа, шырайлы шу елінен мен келгенмін. Шымкенттен келіп тұрған бұл балаңды, бұл айтты бұйырса бұл айтыста мен келермін. Айқаяқау. Алып жүрген жүлде күнде, сен жайлы ақпарды естіп білгенімде. Сен жайлы ақпарды естіп білгенімде. Қай бір жылы күмістен домбырапсың, лайық болып талантың шын беруге. Көкшетау жақта оқып білім алыпсың, қонатын тірлік екен бұл көңілге. Айтыс қуып бұл күнде жүр екенсің, сапарлап шақырған соң түрлі өңірге. Сұрасам әлі бойдақ жүр екенсің, ұлықсыз ғой қайтейін үйленуге. Арыстың жағасында той жасасай, ақ орамал тақтырып бір келінге. Айқаяқау. Мен бүгін бұл бәтеңді түсінбедім, іні болып еріп жүрсем де сияқты. Басында
інжу қызға келдім десем, астың дәмін келтірген тұз сияқты, қарындастың намысын қорғаймын деп күңіреніп отырген күз сияқты. Енді кеп үйленбеген бойдақсың деп тіліңді қададың ғой біз сияқты. Ағасы мен не істейін өзің айтшы, қатайып отырмастан мұз сияқты. Көрші ауылға осылай бара қалсам, іздегенім болып бір қыз сияқты. Әкіреңдеп алдымнан ағалары шығып қала береді сіз сияқты. Болмайдау мұндайды елді даңқ етпей, болмайдау сахнаны жарып кетпей. Бұйырған бір сұлуға үйренеріміз 25-тен аспайынша қауіп жоқ қой. Осыменен жабайық ол жеманы далақтап айдалаға шауып кетпей. Тараздың ұл-қыздарын жыр етейік, бір қыздың тасасында қалып кетпей. Сендегерлер ел үшін болған құрбан, мен туған Шымкентті жандандырған. Ендеше не қалдырған айтайын ба, еңбектерін жыр қылып алуан жылдан. Мысалы сенде туған Нар Төле би біз жақта жазылмаған заң қалдырған. Одан соң сенде туған Ырысқұлов біз жақта өшпейтіндей жол қалдырған. Сенде туған Асанбай Саябақшап біз жақта мал қалдырмай тал қалдырған. Бәрін айтта бірін айт дегендейін ұлдарың бізге мирас мол қалдырған. Осының бәрін қалдырып ерлеріңіз ең соңында Шымкентті таң қалдырған. Таласын той жасаса деме барсын, ханым апам айтылмай неге қалсын. Аз ғұмырда барлығын мойындатқан Ұлбике ақын айтыста генералшын. Тек ақындық жағынан қана емес, бар қазақ оны нағыз деген әншім. Ал қазір кей жастардың сиқы бөлек, тана дейсін жоғары төмен алсын. Дайын тиуан дейтін бір жалбыр шаштар әншімін дейді өзінше кере даусын. Қыз болса да намысын биік қойған, негізі жаңағы апам бөлек аушын. Қысқасы арзан әуен шырқағыштар сол кісіден сазбенен өлең алсын. Бүгінгі сырға таққан Ұлбикелер кешегі Ұлбикеден өнег алсын. Қолдаса Шымкенттің жасты бәрі, балдарын қарсыласқа бас бұрадым. Ағайын бұл туған шу өңірінен негізінде айғай-шу көп шығады. Бірақ бұл сонда өте жақсы кісі, мәдениет үйінде бастық әрі. Мысалы іс-шараны өткізсеңіз, тапсырған тірлігіңді тас қылады. Ақын деп сахнаға шығарсаңыз, айтысты да әдемі ап шығады. Қысқасы бақтаған тамашадан жаманынан көбірек жақсы жағып. Жүрген жеріне шөп шықпайды деген сөзді бұған айтсаң өтірік боп шығады. Өткені жүрген жері бұлай тұрсын, туған жерінің өзіне шөп шығады. Мен сені ақын десем айқай-ақау айтары бар. Байқасам бұл баланың сайтаны бар. Таразға қыз іздеп келдім деп қоймайды. Бойында әлдекімнің айтағы бар. Інжу әлі мектептің оқушысы. Қайта қамқоршы болмайды ма қайта бұлар. Қазақ қызы шетелге кетіп жатыр. Қолымдан келсе соны қайтарып алайық аяғым. Жалған сөзбен жалпақ елді сендірдінім. Шудан қашан шу шыққанын көрдің күнім. Шу жайлы біраз ақпар тараттың ау. Нұрмахан деп отырсам сен бұлбұлым. Жәнібек құн қандық құрған жер бойы үлкен, жас бала білсін қайдан төрдің құнын. Иә мен сол өлкенің ұланымын, шу жері қасиетті желгіндігім. Тоғысқан тоғыз жолдың торабы ғой, бірлікпен сақтап тұрған елдің жібін. Көпікті бауырына басқан елміз, достықпен арқалаған елдің жүгін.
дамыған атбегілік ата дәстүр баптаған жүйріктердің ең дүлдүлін, ұлдары батыр туған бабасындай, қыздары алды болған тең құрбының. Ел едің ат кетпеген байлауынан, жер еді құт кетпеген қойнауынан. Керейменен Жәнібек хандық құрып, киелі шу өңірдің аймағынан. Өлтіріп бабаларың кеше өткен, байқайсың екі ауыз сөз байламынан. Ашаның аша салсын айтар болсам, жырымның желеспей ме айдарынан. Әбді момын абыз қартты кім білмейді, жүректен күй тудырған жайдары жан. Аяздай ақын жыршы термеш өткен, өлеңнің жүзі бішкен қайнарынан. Таластың төрін әкеп туғададым, әулие Төле бидің жайлауынан айқая. Қасиетті даламысың, тудырған қазағымның бал көп арысың. Кешіп күшатасы атанған балуан жолақ, көрсеткен бойындағы толақ үшін. Жоқ жерден чи шығарып отырмасаң, Нұрмахан Шымкентский боламысың. Қайдағы шу өңірдің шөбін айтып, қазақтың дегені бар баламысың. Түркістан тұран далаң ғой, Түркістан тұран далаң ғой, еркесі едің елімнің. Шымкент жері шұрайлы, арысты жақсы біледен, жарылыс болған өңірдің. Шымкент жайлы шұрайлы, елбасы айтқан сөз бар еді. Ертеректе есімде, жартысын сүру керек деп Шымкентте өмірдің. Айтуы бағаң айтып еді. Жарылыс болған жылдары жоқ болып кетіп бұл бала, кейініректе қайта көріндің. Ел сөзін айтар ақынен төгілмес жерден төгілдің, бөлінбес жерден бөліндің. Майдаланып барасын өскен, мініңді көрмей өзіңнің өскенін айтып шөбімнің. Айтпақшы сенен сұрайын, айтпақшы сенен сұрайын, Шымкенттегі бау-бақша егіп жатқан бұл күнде бауырлар жайлы не білдің? Зияндес қаптап кетіпті, жартысын жеп қойыпты. Биылғы еккен егіннің, осыларды жоймаса 7 миллиард ақшаның қажеті қанша бөлудің. Өткенде көріп қалып ем, әлеуметтік желіде шырылдап жүр бір, шырылдап жүр бір апам, шегірткелерді не қылдың ай? Өзіме тартамын деп арайлелдім, ағамыз бізге тілін қадай бердім. Шудағы осы күнгі жағдайды айтсам, тарихпенен алдымды орай бердім. Одан кейін жырғылып шегірткені алайда құлдырауы оңай болдым. Қысқасы мен өзімді түсінбедім, тіліңменен сапарлап талай жердім. Хандықты әп-әдемі жырлап келіп, жәндікке түскеніңіз қалай болды? Бәріміз айтыстағы бек өкілміз, айтылған сөзге жауап беретінбіз. Еліңдегі шегірткені не қылдың деп, ағасы үстімізден неге күлдіңіз? Ол рас, егінімді жегеннен соң біз де соған уайым жеп отырмыз. Бірақ сосын ел болып ақылдасып бәтібәлі бір іске кеп отырмыз. Шегірткенің барлығын айдап қуып, түйінін тапқандай боп бек отырмыз. Кішкене жайылатын шөп бар ғой деп, шу жаққа жіберсек па деп отырмыз. Ініге көрсетпейтін өкпелі жүз, апырай аған еткен жақсы едіңіз. Көп созбай бұлай істі тамамдайық, бұйырса осыменен қош болыңыз. Жұмаққа
қырыққа жетелейтін үйіңізде бар екен ғой бес бірдей кестелі қыз. Немереңде бар дейді тұңғышыңнан, сенбесең үйге барып тексеріңіз. Шөбере сүюге де тілектеспін, мен өзіңе сес көрмей дос көріңіз. Онымен де тоқтамай алла жазса, иіскегенде шығатын естеріңіз. Шудың атын шығарар дүркіретіп, көп болсын деп тілеймін шөпшегіңіз. Қадамымыз оң болсын, құт береке қол болсын. Тамамдасақ айысты, қалың еліктен берсін. Қошаман бол осымен тараздай батыр қайсар ед. Әу бастан-ақ несібесін ортақ қып құдай қосқан сен көршім. Сен де аман бол ағасы, сен де осы тараздай қасиетті елденсің. Және далғы шулайын, шөбі шүйгін жерденсің. Ақша үшін араласпай, араздықпен араласпай, жүлде үшін жауласпай, қалың елдің алдында ініңіз саған жол берсін. Айтысымда дәл осы, таныстығыма өзіңмен тартуым менің сол болсын. Таласта текті ел барда, киелі бүгін төр барда. Нұрмахан саған айтарым, таластан шыққан кешегі Шорабек атаң секілді. Шорабекті ақынның шықпаған бүгін төр бар ма? Кешегі нарша ақындай араламаған жер барда, жер бар ма? Ақындарды тудырған қара таудай бел барда. Нұрмахан балам айтарым, таластан шыққан ол жастай. Өзіңді бүгін ел болда, Шырымбек ақын секілді. Өнерім бүгін қазақтың, сүрей бер күнім сен далға. Бұйырса бір жан ағаңдай, айтыстың көшін арғарай, үзілдірмейтін сен жалға. Үмітпен ер бол ағалар, өзіңе берер төр барда. Балақай саған, Нұрмахан саған айтарым, осында отқан ақындар барлығының жолын сен жаққа. Қоштасып елмен тарастым, айналайын Нұрмахан. Өнерің өрге жүсінді, қырданнан ары тауастың. Ардақты ақын атаны, қадірі болғын алаштың. Ақындығың өрнесін, қияға биік сермесін. Ендеше бүгін ардақты, қасиетті таласен. Шапалақсыз Нұрмахан балаларын жібермесін айын. Рахмет. Тамаша аға мен інінің айтысын куәсі болдық. Ағасының жағасына жармаспай, ағасына жолын берген, қолын берген, Түркістаннан келіп отырған Нұрмахан бауырымызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар ағайындары. Осы алғашқы жұп топ айтысын шырайын ашқан, шырайлы шудан келіп отырған